атқару біздерге тікелей байланысты. Қазіргі білім саласына қойылып отырған заман талабы өз ойы мен пікірі бар. Шығармашылықпен жұмыс жасай алатын қабілетті де құзыретті тұлғаны тәрбиелеу. Осы жолда мұғалімдер мен оқушыларға қойылатын міндеттер аса үлкен. Бүгінгі пікірталасқа 10 әр сынып оқушыларынан құралған жақтаушы тобы және даттаушы тобы қатысады. Жақтаушы тобы қарары бұл палата бақыт байлықта деп есептейді. Таяқтың екі ұшы бар дегендей қазіргі қоғамдағы талқыда жүрген бақыт байлықта сөзінің тиімді, тиімсіз жақтары бар. Біз осы жайында өз ой пікірімізді таразыға салып көрейік. Топ спикерлеріне қойылатын талаптар: дебат ережесін сақтау, тақырыпты ауқымау, сөйлеу шеберлігі, жоғары мәдениеттілік, өзіндік айқын көзқарастың болуы, пікірталас ойын шарттары, әр топ өзін таныстыру, екі топ өз ойларын ортаға салады, регламент сақтау, екі топ өзара сұрақ алмасады, көрермендердің топ мүшелеріне сұрақтары, екі топ бір-бірімен сұрақ алмастырғанда сұрақты қабылдамау өз еркі. Сұрақты команданың карточкасын көтереді. Альфа – сары карточка, Тенгри – көк карточка, таймкипер Қалбек Күлсезов. Енді сөз кезегін оқушыларға берсем, өздерін таныстыру. Дебатымызды бастаймыз. Біздің команда атауы Тенгри. Тенгри ортасындағы ең биік шың. Шыңның шыңына жетіп шыңғылықты дәлелдерге келіп отырмыз. Біздің команда Альфа. Альфа галактика жүйесіндегі ең жарық жұлдыз. Біз сол жұлдыз секілді бүгінгі ойында жарқырату үшін келдік. Пікірсайыс дегеніміз не? Пікірсайыс бұл интеллектуалды ойын. Онда екі топ берілген тақырыпты талқылай отырып, әділ-қазы алқасының мүшелерін олардың риторикалық дұрыстығына және тәжірибелеріне сендіру үшін ұсынылған тезис туралы өз дәлелдері мен қарсы пікірлерін айтады. Пікірсайыс тарихынан. Пікірталас құрылымдық талқылау жүйесі ретінде бастауын ежелгі Грекиядан алады. Ол демократияның маңызды элементі болады. Афинада азаматтар ұсынылған заңдардың артықшылықтары мен кемшіліктері туралы таласты. Оқушылар проблемаларды жақсы түсіну үшін оларды әртүрлі тұрғыдан талдай отырып дауласуды үйренеді. Орта ғасырларда даулар, шешендік сөздер мен пікірталастар Еуропада кең таралған. Бұл дәстүр кейінірек Ресейдің білім беру жүйесінде дамыды. Дебатқа жаңа назар аударуға Кеннеди мен Никсонның 1960 жылы ақш-тағы президент сайлауы кезіндегі алғашқы телевизиялық дебаты себеп болды. Кейс дегеніміз не? Кейс пікірсайыс кезінде команда жүзеге асыратын дәлелдеу, бас тарту, дәлелдерді жүйесі. Айқын қысқа стратегиялық тұрғыдан ойластырылған дәлелді іс пікірталас құрылымынан негізгі болғандықтан өте маңызды. Пікірсайыс ережелері: шешімдердің дұрыстығы, қарсыласқа деген құрмет, нормативтік құқықтық актілерді сақтау, өз көзқарасыңызды нақты айту. Біздің палата бақыт байлықта деп санайды. Неге? Бұл қалай? Ақша сатып алу құралы емес пе? Бақытты қалай сатып аласың? Дейтіндерге бүгін өзіміздің өз ойымызбен дәлелдерімізді келтіретін боламыз. Егер сіз бақытты сатып алуға болмайды деп есептейтін болсаңыз, демек сіз бақытты қалай сатып алу керек екендігін, оны қайдан сатып алу керек екендігін білмейсіз деген сөз. Енді осы тақырыпта ойға келетін жай байлар мен кедейлер жайлы. Сонда кедейлер байларға қарағанда бақытсыз ба? Менің бұған жауабым иә.
Иә, бақытсыз. Біздің бақыт жолы өте көп, ал бақытсыздық жолы өте аз. Мысалға, бай деген кезде бізге ең алдымен жетістікке жеткен адамдар көз алдымызға елестейді. Жетістікке жеткен адамдардың барлығы бір жолмен жүрген жоқ, олар әртүрлі жолмен жүрді. Ал жетістікке жетпеген адамдар бір жолмен жүріп, сол орында қимылсыз қалды. Жетістікке жету жолы, миллион жетістікке жетпеу жолы санаулы. Тура сол секілді бақытқа жету жолы, миллион бақытқа жетпеу жолы санаулы. Ал бақытқа жетпегендер сол санаулы жолмен жүреді деген сөз. Енді айта кететін бір оқиға, мысалға сіздер елестетіңіздерші, айдалада қайықпен теңіздің ортасында келе жатсыздар. Алдарыңыздан екі ағыс шығады. Ағыстың әрқайсысы бір аралға алып барады. Bir арал тау-тастан, жартастардан құралған тақыр арал, ал екіншісі бай, яғни Ну орманда арал. Сіз қай ағысқа түсетін едіңіз? Әрине, Ну орманға аралға апаратын ағысқа түсіп, сол аралда өмір сүріп немесе уақытша болса да қоныстанатын едіңіз. Ал бақытты байлықта деп есептемейтіндер, сонда сіздің таңдауларыңыз тақыр аралға апаратын ағыс па? Бақытқа инвестиция жасау керек. Бұл қалай? Мен оны практика жүзінде дәлелдеп бере алмаймын, бірақ өте үлкен оқиға айтып бере аламын. Біз спорттағы Месси Барселона командаларын аттай берген кезде оның белінен кінәрат болады. Яғни операция жасау керек болады. Операцияға өте қомақты қаржы керек. Ол қаржыны Барселона бөледі және 20 жылдай уақыт ішінде Месси Барселонаға 700-ден астам гол соғып, 70-ге жуық трофей сыйлайды. Ал егер сол сәтте операцияға Барселона одақтастығы ақша бөлмеген кезде, бұндай бақыттың 4/1-де көре алмаушы еді. Енді тағдырға жазғанды көресің ғой, кедей болып тағдырыңа жазса, кедей болып та бақытты бола аласың дейтіндерге айтарым. Тағдырға жазу дегеніміз не? Тағдырға жазу мысалға бізде айтады. Ауруды жаратқан Құдай, ауыртқан Құдай емес деп. Тура сол секілді, кедейлікті жаратқан Құдай, кедей еткен Құдай емес. Егер сіз өзіңіз бірдеңеге жетем деп мақсат қойсаңыз, сіз ол мақсатқа жетесіз. Және өмірлік миссияңызды тауып бақытты бола аласыз. Енді саясат қоса кетсем, Қазақстан бақытты елдер ішінде 60-шы орында тұр. Неліктен? Себебі экономика жағынан 150-ші орында тұр. Және ересектердің кедейлік жағы жақын арада миллионнан асты. Демек, бұл әрбір жұмыс жасайтын адамның айлығы 36 мыңнан аспайды деген сөз. Сонда тікелей біздің неге 60-шы орында тұрғанымызды көрсетеді. Сосын байлар тек ақшаны ойлайды. Ақша адамды құртады дейтіндерге. Ақша адамды құртпайды. Ақша адамның негізінде қандай екенін айқындайды. Ол қалай тәрбиеленгендігін, қалай адам болып өскендігін нақты айқындап беретін ақша. Байлар тек ақшаны ойлайды. Жоқ, ақша Генри Фордтың айтуы бойынша ақшаның жеткілікті болуы уайымсыздықтың дәрежесінде. Ақшаның жоқ болса, тек ақша туралы ойлайсың. Ақша сенде жеткілікті болса, бар болса, сен ол ақша жайлы қалай ойлайсың? Мидағы тепе-теңдік бізде бақыт және бақытсыздықтан тұрады. Тепе-теңдікті сақтау үшін біз ең алдымен өзіміздің бақытты екендігімізді дәлелдеуіміз керек. Сенде ақша болмаса, сенде үй болмаса, сен үйсіз адам қалай бақытты болады? Ол тек үй жайлы ойлайды деген сөз. Енді сөз қорытындылай кетсем, бақыт байлықта біз оны мойындағымыз келмейді. Мысалға бізде Найчуан бар. Найчуан мысалға керемет жақсы нәрсе, бірақ біз оны мойындағымыз келмейді. TikTok вроде нормальный нәрсе, бірақ біз оны мойындағымыз келмейді. Тура сол секілді байлық бақытта біз оны мойындауымыз керек. Біздің талапта керісінше. Біз бақытты байлықта емес, біз бақытты рухани байлықта да есептейміз. Себебі рухани байлық болса, ақшаның да байлықтың да түкте маңызы жоқ. Адам рухани байлық керек. Қазіргі заман, 21-ші ғасыр заманы, ол күштің заманы. Әрине білектің емес, білімнің күші. Абайдың 19-шы қара сөзінде айта кеткендей, ойдың маңызы зор деп айтып кеткен.
егерде адам рухани байлығы жоқ болса, ол ойлап дамыта алмаса, білім ала алмаса, біз ғарышқа да барып ғарышты зерттей алмас едік. Әрине, бірақ ғарышқа да ақша керек, оны қаржылай қамтамасыз ету керек, бірақ ақшаны да алу үшін бізге рухани байлық керек. Мысалы, өзіміздің Шамшақ Қалдаяқовты алайық. Ол өз талантымен танылды, ол ақшамен танылған жоқ, өзінің даусымен, өнерімен, қасиетімен танылды. Ол ақшамен танылған жоқ. Қазіргі заманда көбісі айтады, бақыт болса, ақша болса, мен байлық болса, мен бақыттымын деп ойлайды. Ол өте жаңсақ түсінік. Мысалы, ақша ол адамды ақшаға жету үшін адам бірінші рухани баю керек. Ақша үшін адамдар көп нәрсеге барады. Бақытты ақшада көретіндер ол ақшаға үшін көп нәрсеге барады. Адам өлтіру, мысалы, байлық адамның рухани болмаса, байлық жоқ. Қайырлы күн, бүгінгі ойында бақыт байлықта деп есептейміз. Менің видеом бәрі өткендей, бұл қоғамда біздің өмірімізде, әлемде бақыт байлықта. Ол нақты және жүйікті, түсінікті ой ретінде сіздерге қалыптастырғым келіп отыр. Яғни бақыт байлықта. Біздің айналамызда барлық нәрсе байлықтан, яғни ақшадан тұрады. Біз кез келген затты жасауымыз үшін бізге бір көлемде ақша қажет екендігін ұмытпауымыз қажет. Яғни ең бірінші айта кетсек, денсаулық. Адам өзін бақытты сезіну үшін, адам бақытты болып, уайымсыз өмір сүру үшін, ол үшін денсаулық қаншалықты маңызды екенін түсініп отқан боласыздар. Яғни денсаулықта да біз байлық арқылы оны күтеміз. Яғни біз денсаулықта ауырмасақ та, біз денсаулықты күте білуіміз керек. Яғни оған витаминдер, жаңағыдай ашық түліктер, яғни теңіз өнімдерін, ет өнімдерін, витаминдерді, немесе спортпен айналысып, фитнес-клубтарға барып, немесе бассейндерге барып, біз өз денсаулығымызды күту қажетпіз. Әрине, оның бәрі соңында ақшаға келіп тіреледі. Неге? Қазір қарап отырсақ, дәріханалардың өзінде де кез келген дәріні ақшаға ала алмаймыз. Яғни бұның өзі де біздің бақыт байлықта деген затымыздан келіп тұр. Яғни денсаулық мықты болған жағдайда сен адам өзін бақытты сезіне алады. Екінші бізде ол бос уақыт. Яғни адамның өзінің бос уақытында ол өзінің сүйіктісімен немесе өзін дамытатын іспен айналысу қажет. Ал ол ішінде ақша керектігін ұмытпағанымыз жөн. Яғни біз бос уақытымызды кейбірі өзінің жақсы көретін ісімен айналысады. Яғни саяхаттауды, кафеге баруды, немесе ресторандарды аралап жүруді, немесе саябаққа шығуды, көптеген бос уақыттарды таба аламыз. Әрине, оның бәрі соңында ақшаға келіп тіреледі. Яғни біз саяхаттау үшін де бізге ақша қажет. Яғни біз осы өзіміз тұрған Шымкенттен қазіргі Түркістанға жетудің өзінде көлемді түрде ақша кететінін ұмытпауымыз керек. Яғни біз айтамыз, Түркістан біздің рухани ордамыз дейді. Жаңа айтып өткенде қарсы тарапта рухани адамның рухани бай болғанда, ол байлықтан өзіне керек етпейді. Яғни онда біз қалайша біз ойлануымыз керек. Яғни сен осы тұрған Түркістанның өзіне бару ішінде сен үшін ақша керек. Сен онда сол Түркістан бізде рухани орда, рухани байлықтың ордасы ретінде ол жерге барып ішінде ақшаның керек екенін ұмытпауымыз керек. Енді қазіргі қоғамда ең қызу талқылап жүрген ол қоғамдық проблемалар, глобальный проблемалар, зорлық-зомбылық. Зорлық-зомбылықтың бәрі қайдан шығады? Көп адамдар зорлық-зомбылықты ең бірінші ұрысудан, солай деп тұрады. Бірақ соңында жай ғана келіспеушіліктің неге пайда болғандығына мән бермейді. Яғни келіспеушілік бір ақшадан шығуы мүмкін. Неге? Себебі отбасына ақша жетпеген кезде, байлықтың, тартылықтың ақша келіп тұрмағандықтан, қаражаттың жетіспеушілігінен адамдар бақытсыз сезінеді бір-бірін. Яғни отбасында балаға азық-түліктің жетіспеушілігі, немесе өзінің тұрақты үйінің болмауы, сенің квартирадан квартираға көшіп жүруің, мұның бәрі де адамдарды бақытсыз етеді. Яғни адам бақытсыз болғандықтан ол ақшаның қаншалықты қажет екендігін түсінеді. Яғни ал зорлық-зомбылық осы нәрседен шығады. Біз айтамыз, отбасында ең бірінші осы қаражаттың кесірінен бізде ұрыс-керістер шығады. Яғни бұл ұрыс-керістер қайдан шығады? Жаңағыдай отбасына ақша арқылы қажетті заттарын жетіспеушілігі. Ал зорлық-зомбылықтың соңы бізде ажырасумен аяқталады. Ал Қазақстан бізде статистика бойынша ажырасудан 10-ші орында тұр әлемдік рейтингте. Бұл біз үшін өте үлкен өкінішті жағдай деп есептейміз. Неге? Себебі зорлық-зомбылықтың соңы бізде ажырасуға алып келіп жатыр. Ажырасудан соң балалардың өмірі қалай болмақ? Екі ортадағы адамдардың өмірі қалай болмақ? Бұл мәселелердің бәрін қоғамда талқылайды, бірақ жай ғана оның неден шығып жатқандығын, қарапайым заттан шығып жатқандығын мән бере бермейді. Яғни
ақшасы болған соң немесе де қосымшалық заттардан соң бізде қоғамда тағы бір зат ол суицид. Яғни суицид қазіргі жасөспірімдер арасында және үлкен адамдар арасында өте қарқынды дамып кетті десек те болады. Яғни қазіргі екінші адамның өзі, 10-шы адамның өзі суицидке баруға өзінің ойы қалыптастырған. Яғни суицид қайдан шығады? Суицид біздің жасөспірімдер арасында ортаға байланысты шығады. Яғни ортада баланың өзіне қажеттілігінің болмауынан деп есептейміз. Ол дегеніміз бала өз ортасынан төмендеу болуы. Яғни өз ортасынан төмендеген жағдайда бала өзін бақытсыз сезінеді. Неге бақытсыз сезінеді? Бақытсыз сезінген себебі ол айналасындағы адамдардың, айналасындағы жаңағы достарының, мысалы телефон, смартфондары оныкінен жоғары болуы мүмкін. Немесе ол брендті киім киюі мүмкін. Одан да басқа қарапайым мысалдар бар. Ал оны бала көргенде ол өзін іштей кемсітеді. Яғни кемсіту арқылы адам өзін бақытсыз қалып кетіп соғады. Біз әрине айтамыз суицид деп, бірақтан әрбір адам іштей өзіне осы нәрсені түю керек. Яғни адам бақыт байлықта деп есептегендіктен оған қажетті нәрселерді жеткізіп беру керек. Ал бұл балаға қажетті нәрсені жеткізіп беру ол ата-ананың мойнында. Ата-ананың өзіне тұрақты жұмысы болмағандықтан бізде осы нәрселердің көбісі шығып жатыр. Дәл қазіргі біздің әлемде болып жатқан пандемияның кезінде біз шыны керек жан-жақты сыналдық, білімнен де сыналдық, айтып жатқан рухани байлығымыздан да, ақшамыздан да, барлық жағынан жан-жақты сыналып жатырмыз. Осы кезеңде де қарап отырсақ, адамдардың қаншалықты ақшаға зәру екендігін байқасақ болады. Қоғамдағы тағы бір мәселе ол ұрлық. Яғни ұрлық қайдан шығады? Ұрлық бізде қазір автобустарда, немесе кез келген ортада, бізде телефондар, немесе одан да бөлек ақшалар ұрланып жатыр. Яғни бұл қайдан шығады? Оның да, мысалы сен телефон ұрлауға барған адам, оның телефоны өзінде болмауы мүмкін, немесе оған тікелей түрде ақша керек болуы мүмкін. Оған ақшаның керек болған сол жақта ол ұрлыққа барады. Яғни ода тұрақты жұмысы болмайды, немесе оның ата-анасының оған берер ақшасы болмағандықтан ол сол ұрлыққа барып өзінің өмірін солай аяқтайды. Біздің палатаның айту бойынша бақыт байлықта дегендіктен біз айтарымыз осы. Бақыт байлықта осы нәрсені ұмытпауымыз қажет. Кез келген қоғамдағы кішкене ғана болсын, немесе үлкен проблемалар болсын, осылардың әрбірінің ақшадан шығып жатқандығын ұмытпауымыз қажет. Ақшаның болмағандығынан, адамның бақытсыз өзін сезініп, ақшаның болмағандығынан шығып жатқандығын. Рахмет. Саламатсыздар ма? Біз бақытты байлықта деп есептемейміз. Неге? Бақыт қарапайым ғана ұғым. Біз бақытты ақшаға сатып алмаймыз. Бақытты болу үшін ең бірінші ішкі жан дүниемізді, адами құндылықтарымызды және рухани байлығымызды байытуымыз керек. Біздің ата-бабамыз қалдырып кеткен ең зор асыл қазынамыз ол біздің тарихымыз. Яғни атап айтар болсақ 5-4 ғасырларда жасалған. Яғни алтынада оны сақтап сол ғасырдағы оны қалай алтыннан қалай адам киім жасап шығару керектігін, қандай температурада балқыту керектігін сол ғасырдан-ақ білген болатын. Ал Менделеев кестесі 1869 жылы шықты. Сол кестеде алтынды қандай температурада балқыту керектігі көрсетілген. Бұл әрине сақтардың сол ғасырдағы ой санасының рухани байлығының дамығандығын көреміз. Сонымен қатар біздің ең асыл құнды қазынамыз ол отырар кітапханамыз. Бүкіл әлем бойынша Александра кітапханасынан кейінгі екінші орынды иеленген ол отырар кітапханасы. Отырарды жермен жексен еткен Шыңғыс хан. Шыңғыс ханның басты мақсаты отырардағы рухани байлықтың көзін құрту. Яғни ол сол кітаптарды өтеп жүргенде біз өзіміз барлық білімімізді, тарихымызды сол нәрседен алар едік, ақшадан емес. Бізде рухани байлық болмаса отансүйгіштік болар еді. Жамбыл Жабаевтың Ленинградтың көреген марқұм жырын еске алса, сонда Ленинград халқының сол соғыста рухани байлығының бай болғандығынан сол соғысты жеңе білді. Яғни олар өміріндегі ең маңызды отан үшін өмірін қиды. Бұл әрине рухани байлық. Адам қаншалықты рухани бай болса, адами құндылықтарын дамытса, ол адам соншалықты жақсы іс істейді. Біз тарихтан білеміз, Гитлерді кім екен, Наполеонды кім екен, олар өз арасында өздері бірінші соғыс ашқан адамдар. Олар дамыды, олар білімсіз деп айта алмаймыз, білімді. Олардың ойлары жүйрік. Бірақ олар неге соғыс ашты? Бұл жерде қате неде болып тұр? Әрине, олардың рухани байлығының кедергісінде. Біз алдағы уақытта 9-шы май мерекесін тойлайын деп жатырмыз. Бізге бұл мереке
қан төгіспен қаншама көз жасын келген елге, бірақ бұл нәрсе біз әлі күнге дейін оны тойлаймыз және біз оны ұмытпауымыз керек. Бірақ осы нәрсе неден шығып тұр? Әрине адамдардың рухани кедейлігінен. Я біз екі физикті алып қарастырсақ, біреу атом бомбасын шығарды, біреуі космосқа ракета ұшырды. Екеуі де физик, екеуіне де ақша жұмсалды, екеуіне де ойланды. Бірақ екеулері басқаша ойда болды. Біреу атом бомбасын шығарды, яғни ол физик білді, соңында бұның қандай жағдайға алып келетінін. Қазіргі таңда соның зардабынан қаншама мемлекеттер, қаншама халық зардап көріп жатыр. Ал міне космосқа ракетаны ұшырып, бізді бүкіл әлемге танытып, рухани байлығымызды көтеріп отыр. Сонымен қатар, біз үйлесімді өмір сүру үшін ақша қажет, бірақ ақша өміріміздегі ең жалғыз нәрсе емес. Ақша өмірдегі ең денсаулықты, рухани байлығымызды және адами құндылықтарымызды, талантты денсаулықты сатып алмайды. Американдық өнертапқыш Apple брендімен күллі әлемге танымал болған Стив Джобс, ол 26 жасында рак ауруымен қайтыс болды. Сонда оның артында жинаған байлықтары, миллиондар сол аурумен күресуіне бір себебін тигізе алды ма? Жоқ. Өлім де атақ та ақша да өлімнің алдында дәрмесі екенін ұмытпағанымыз жөн. Ястәулік бір керемет сөз бар. Мал өлік жегенде мәз болған, жан кеткенде бәріне кетеді. Міне бізге бұны қаншама ғасырлар бұрын ата-бабаларымыз дәріптеп кеткен. Қазіргі таңда адамдар ақшаға құндылық қана қоймай, адамның құндылығын ақшалы мақсатта өлшейтін дәрежеге жетті. Біз адамның материалдық құндылығын анықтай аламыз ба? Жоқ, әрине. Анықтай алмаймыз. Дәл қазіргі сәтте алайық. Әлемді жаулаған вирус. Міне осы вирустан қаншама дәрігерлер дүниеден өтіп жатыр. Бүгінгі күнде бүкіл әлем бойынша Америка, Қытай, Ресей мемлекеттері осы вирусқа вакцина шығарып жатыр. Яғни олар дамыған мемлекеттер. Ал енді барлығымыз, себебі олар дамыған мемлекеттер. Ал енді барлығымыздың рухани байлығымыз мықты болып, ойымыз дамыған болса, онда бізге ешқандай жарнаманың қажеті болмас еді. Яғни Марста дамыңдар, арақашықты сақтаңдар, той жасамаңдар. Ондай жарнамалар бізге қажет болмас еді. Себебі біз рухани бай адам болып тұрсақ, өзіміздің ішкі түйсігімізбен сол нәрсені өзіміз түсініп жасап едік. Мен рухани бай адам болып тұрып, мен жанымдағы адамды бірінші ойлап, маскамды ешқашан шешпес едім. Ендеше мен ашушы үкіметтің пікірімен толықтай келісемін. Себебі рухани байлық дейсіздер. Рухани байлық ол қайырымдылық. Қайырымдылық ақшасы көп байға ма, әлде болыпты еді, мейірімді кедейге ме? Әрине байларға. Байлар себебі мемлекеттің қорына ақша бөледі. Оған мейірімді кедей болсын ақша бөле алмайды. Себебі ода ақша жоқ. Сондықтан да ол бөле алмайды. Байлар ауырып жатқан мүгедектерге ақша бөліп, оларды дальше өмір сүруге құлшыныстарын арттыруы мүмкін. Оған кедейлер тек қана оймен көмектеспесе, қаржылай оның шығып кетуіне көмектесе алмайды. Ал сол қайырымды адамдардың көмегімен біраз нәрселер шешіліп жатыр. Мысалынан алатын болсақ, Стив, Анджелина Джоли, Ди Каприо табиғатты тазартуға ақша бөлді. Тек қана мыңдаған емес, миллиондаған, миллиардтаған ақшалар бөлді. Оны кедейлер бере алмайтынын біледі. Сондықтан да ол бөліп отыр. Ал Анджелина Джоли болса, адамның ұлтына, жан дүниесіне қарамастан көптеген балаларды өзі асырап алды. Ол тек қана рухани байлықтан емес, ода қаржылай ақшасы бай болды. Сондықтан да асырап алды. Денсаулыққа беретін болсақ, денсаулықта
бақыт гормоны, егер де адам депрессияға түссе, бақыт гормоны өшіп қалады. Сондықтан да адамның бақыт гормоны өлмеу үшін адамға тек қана рухани байлық емес, оған қаржылай да көмек керек болады. Сондықтан да адам депрессияға көп түспеуі мүмкін болады. Қарсы тарап айтып кетті. Шамшыр Қалдаяқов өзінің рухани байлығымен елге танытылды деп ойлайды. Жоқ, әрине. Ол ерте дүниеден өтті. Себебі ода қаржылай көп ақша болған жоқ. Сондықтан да ол ақшалар қысылып, өзі депрессияға салынып, сондықтан да дүниеден өтті. Мысалды ақша ешкімге жетпейді. Ол ақша барлығында жетпейді. Мысалы алатын болсақ, бай адамдарға да ақша керек болады. Сондықтан ақша ешқашан жетпейді. Жаңа айтып кеткенде Стив Джобстың өзі өз денсаулығына ақша жұмсалмайды дейсіздер. Ол бірақтан артында сол ақшаның арқасында көптеген дүние қалдырды. Қазіргі таңда iPhone алып, әр адам өз иммунитетін көтергісі келеді. Ал оны алмаған адам өзін бақытсыз санайды. Сондықтан да адамдар өзі iPhone алып, және де тағы басқа өзіне керекті заттар алып, өз иммунитетін көтергісі келеді. Қарсы тарап айтты, алтын адамды кезінде рухани байлықтың арқасында істеді дейді. Жоқ, әрине. Алтын адам ол бай ханның баласы, 15 жасар баласы болған. Оған сондықтан тек қана байлар ғана солай рәміздерін дұрыс орындаған. Ал кедейлер болса дымда кірмеген. Оған қоятын ақшасы болмағандықтан олар дым қоя алмаған. Ақшаның жеткіліктігі сенен сенімділікке әкеледі. Ал сенімділік сенен тұрақтылыққа әкеледі. Ал тұрақтылық сенен бәріне әкеледі. Оппозиция айтқандай, ғарышқа оймен жетті дейді. Жоқ, әрине. Ол кезде КСРО мемлекеті өте бай болды. Және де сол арқылы ғарышқа ең бірінші болып мемлекетке қарсы ұшырды. Қазақстанда менің ойымша бақыт тек қана байлықта емес. Байлық ол сені бақытты қылмайды, сен тек қана өзің бақытты болу керексің. Бақыт ол сенің ішкі жан дүние. Байлық ештеңе өзгертпейді. Кей кездері тіпті байлық сенің бақытты болған күйіңді бақытсыз қылады. Не үшін? Себебі адамдар ондай байлыққа үйренбеген. Олар бірден алады. Мысалы, лотерея, болмаса какой-то бір жерден имуществоға, мысалы, өзінің бір далекий родственнигінен. Одан миллиондаған доллар болған жоқ, ол өшеткен жоқ. Көмегесі олша өзінің қанша разы болған. Кей кезде балалар ол ақшаны бәрін құртып, қарызға кіргеннен кейін уже депрессия бастайды. Бірақ бақытты байлықта деп есептеген ол өмірше өте дұрыс емес. Байлық сен бақытты болу үшін кез келген нәрседен ләззат ала білсең болғаны. Мысалы алсақ, бір жаққа бару үшін, бір істеу үшін бәрін ақша керек дейді. Бірақ та сен басқа жерге бармай жай ғана өзіңнің үйінде тамақ істеріңді өзің. Содан өзің шынымен ләззат алсаң, сол кезде сен бақытты боласың. Кез келген заттан сен ләззат алып білу керексің. Кез келген заттан сен бүгін оянып кеттің, сен бүгін тамақ іштің, сол бәрін ләззат ала білсең, сен бақытты боласың. Ғарышқа ұшу үшін де ақша керек. Бірақ ақшадан бұрын ой керек.
Ол ракетаны кім соғады? Ғалымдар соғады. Ғалымдар, конечно, ақша керек болып жатады. Бірақ ғалымдарсыз ракета шыға алмайды. Давай. Ой. Сол оймен ғарышқа ракета ұшырғанда сенің ойыңша бай ма? Бақытты ма? Кім? Ғарышқа ракета ұшырған адам сенің ойыңша рухани мықты физик адам ғарышқа ракета ұшырды. Сенің бұл арқылы бақыт алу әр адам бір адам ұшырған бақыт алады. Бір адам болмайды. Сен оны білмейсің, кім бақытты болады, кім бақытсыз болады. Сендер байлық рухани байлықта дейсіңдер. Мысалға тас ғасырында рухани бай болған жоқ ешкім. Бірден. Олар бері қарай қола дәуіріне дейін. Олар косинустың ауыстырысын есептеуді білмеген, рухани бай болмаған. Ал сол кездердің өздеріндегі адамдар рухани бай болған жоқ қой. Білім, ой болған жоқ. Олар ракета ұшырған жоқ. Олар бақытсыз болды ма? Мен айтып отырмын. Бақытты болу үшін рухани бай болу керекпіз. Жоқ, рухани бай болу керек деп екеуі ашып кетті. Сонда сен өзіңнен қалай сен өзіңнен боласың? Бақытты болу үшін сен өзің ішкі жан дүниеге бақытты болу. Сендер рухани байлықты деп айттыңдар және өз ойларыңнан айтыңыздар. Және сен сұрағың. Ладно. Давай. Ғарышқа ұшыру үшін ақша керек дедім, иә? Иә. Ладно. Дальше. Мысалға кез келген нет, стой. Ладно. Мен позиция қойып сарапшымын. Германдық драматург, Джордж Бернард Шоуның сөзі бар. Ақшаның жоқтығы барлық жаңалықтың тамыры болады деген. Осыған мысал келтірейік. Қазақстанда жылына 50-ден астам неке ашылады. Осы некенің 40% ақшасымен аяқталады. Және осы 40%-ның көп бөлігі отбасындағы финансовық проблемалардың кесірінен орын алады. Менің тобымдағы баян айтып кеткендей, финансовық проблема болған отбасыларда отбасы зорлық-зомбылық және балаға психологиялық көптеген зорлық-зомбылық келеді. Және менің тобымда Қадырбек айтып кеткендей, Қазақстан бақытты елдердің арасында 60-шы орында тұрады. Және осы ең бақытты ел Дания елі болып саналады. 2011 жылғы статистика бойынша Дания еліне 330,5 миллион доллар қаржы келген. Бұл Дания елінің 5,5 миллион халқы үшін өте үлкен табыс болып саналады. Және де қарсы топта айтып кеткендей, Стив Джобс өзінің денсаулығын құтқара алмады, қанша көп ақшасы болса да деді. Бірақ келісетін шығармыз, бізді материалдық жағдайымыз жақсы болса, денсаулығымыз мықты болуға және қалыпты өмір сүруге жағдайымыз шансымыз көп болады. Оған мысал келтірсек, Европа елдерінде табыс көп, медицина тұрақты, экономикада тұрақты. Және осыған байланысты бұл елдің тұрмыстық жағдай да жақсы. Және Орта Азия және Европа елдерінің зейнеткерлерін салыстырсақ, Европаның зейнеткерлері өте бақытты және өмірі өте активті болып келеді. Біз қарсы топ барлық адамды жаман қалып келеді дегенге айтты. Бірақ қарайтын болсақ, жердегі ең бай адамдардың бірі Билл Гейтс. Оның жұбайы екеуінің арнайы қоры бар. Бұл қор көптеген студенттерге өзінің оқу ақысын төлеуге көмектеседі және Африка елдерінің кедей елдеріне мектеп ашуға өз қаражатын төлейді. Соңғы 20 жылда Билл Гейтстің қоры 54 миллион доллардан көп ақша қайырымдылыққа жұмсаған. Бұл ақша көптеген адамдардың өмірін өзгертіп бақытқа алып келді. Және көптеген ғылыми зерттеулерге және білімге ақша қажет. Мысалы айтатын болсақ, әлемдегі ең бай адам Илон Маск. Бұл өзінің қаражатын көптеген SpaceX, Tesla сынды ғылыми зерттеулерге арнайды. Бұл зерттеулер арқылы олар біздің болашағымызды арттырып, болашағымызды құрайды. Бүгінгі біздің позициямызды сараптайтын болсақ, мен мынаны айта аламын.
Ақша кез келген проблеманы шешеді. Кез келген нәрсе сатылады, және сатып алынады. Бұның мәнісі тек сол проблеманың бағасында ғана. Сабыршақ позиция сарапшысы боламын. Біздің қоғам әрдайым байлық бақытқа жеткізеді деп сеніп келеді, бірақ бұл әрдайым бола бермейді. Біздің ақшамыз, байлығымыз деп алдағы мақсатымызды жүзеге асыруға, болашағымызды қамтамасыз етуге және өмірде ләззат алуға көмектеседі. Бірақ ақшаның болуы сіздің бақытты болуыңызға ешқандай да кепілдік бермейді. Британ зерттеу орталығының сарапшылары жүргізген зерттеу бойынша 3/2 бойынша зерттеу жүргізді. Біріншісі, оған қойылған талаптардың біріншісі тұрғындардың өз өміріне қанағаттануы, екіншісі өмір сүру ұзақтығы, үшіншісі экологиялық жағдай. Бұл жағдайда Еуропаның 30 елі таңдауға қатысқан нәтижесінде бақытты ел халық рейтингісінің көшбастаған тынық мұхитта орналасқан арал мемлекет Вануату болған. Мемлекет адамдардың бақытты болуы үшін техниканың айрықша дамуы, зәулім үйлердің болуы, олардың ешқайсысы маңызды емес. Ал енді біз әл-ауқаты нашар мемлекеттер жайлы айтатын болсақ, бұл кезде біз 2018 жылы телевизиялық жоба «Кристалл тәуелсіздік болмауы» жайлы айтуымыз керек. Онда медицина дамымаған, білім жүйесі жүйеге келтірілмеген, оларда ақша жоқ, олар байлық туралы ойлары ерекше. Егер физиологтардың ойынша 4 сауын ешкісі болса, олар сонда байлықты еліміз қалай салыстыруға болады? Адамдар арасында әрдайым байланыстар болады. Сол байланыстар арқылы адамдар бақытты болады. Сол жобада олардың өздерінде біз бақыттымыз деген, біз ақшаға мұқтаж емеспіз деген сөздерді көп айтып отыр. Бұл бақыт жайлы ойланбаған, жазбаған ойшылдар мен хакімдер кем екен. Тіпті патшалар өздерінің зәулім сарайларында қалай бақытты болуға болатыны жайлы аңсады. Бар адам бақытты болғысы келеді. Бірақ олар бақыттың не екенін түсінбегендіктен оны жоқ жерден іздеді. Яғни олар үшін бақыт деген шөл жазирадағы сағындай көзге көрінбейтін, дауысы естілмейтін, аты барда бақыт деген аты барда заты жоқ. Оны елгезіп, жергезіп іздеп әуесазанға түседі. Нәтижесінде көптеген адамдар бақыт жайлы мынадай ой тұжыруға келеді. Бақыт адам баласының тұрмыс жағдайы көздің артта да артқан кісілердің рухани тоқырауға ұшырап ажарсыз күйге түсетіндері аз емес. Американдық экономист, оңтүстік Калифорния мемлекеттік университетінің профессоры Ричард Пистелин 1974 жылы бақыт пен жоғары табыс арасында байланыс жайлы зерттеу жариялады. Нәтижесінде профессор Пистелин жапондықтар жайлы зерттеу жариялаған. Сондағы табыс жеті естегі өседі, жапондықтар естілердің бақытты мекендердің саны төмендеген. Пистелин сөзінде өз сөзін қорытындай келіп, жоғары табыстың бақытқа көп бөлігіне әсер ететінін анықтады. Бірақ бұл имплиситті түрде. Егер табыс өссе де, ол бақыт пропорционалды түрде көбеймейді. Қарапайым түрде айтсақ, біздің байлығымыздың болуы, ақшамыздың болуы бізді бақытқа әкеледі. Бұл зерттеулердің нәтижесінде зерттеушінің атымен естілген парадокс деп аталады. Яғни бақытты ешқашан ақшамен сатып ала алмаймыз. Біз қазіргі күнде білім мен ғылым,
түрде алдыра аламыз. Барлық нәрсені техниканың барлығында біз тек қана уақыт үнемдеу үшін, жақындарымызды бірге болу үшін жасалып жатқан нәрсе. Сонда мына техниканың болуына біздің бақытымыз емес. Әрине бұл дұрыс түсінік емес. Біз бақытты тек жүрекпен ғана сезіне аламыз. Техниканы да ақшаны да жүрекпен сезіне аламыз. Бақыт әрдайым адамдар арасында пайдалы. Бұл техниканың да ақшаның да болуы біздің жақын жандарымызға уақыт үнемдеу үшін жасап жатқан. Сондықтан байлық ешқашан бақыттың орнын баса алмайды. Ойында қарсылас болсаңыздар, өмірде жоқ болыңыздар. Ортаға шығып қояды. Сарапшыларға беріледі. Я хочу вам сказать, что с вами два человеческих могущества поистине совпадают в одном и том же. Если вы будете стремиться к знанию, то есть духовному просвещению, то вы обязательно добьетесь и материального. Поэтому желаю вам будущих удач. Спасибо. Пожалуйста.
үшін біз оларды жоғарғы елдер сапалы елдер үшін сауатты болуымыз керек. Әркім жаңағы өзінің сауатты еліміз жанына мен бұл аралықта бойынша жалпы достық жеңілдеген нәтижесінде сондықтан бұл жерде бірінші Келешекте ғаламторда отырған жастарды заң бұзатын заттар басқарады деген елбасы Назарбаев сөзімен дебаттың